Hayırlı taң. Uyku kanbağan. Kayda bara жатырмыз? Kayda? Aeroport. Tüm bolsa tağı da bastalatın. Rayımның bala. Күлдігін ақып кеткен. Ал енді просто так. Күндеріңіз сәтті өтсін. Аэропорт. Кімді күтіп алуға келдік? Черный Как всегда, да, брат? Привет. О, Валим Аслыбата. Туғаның барады. Райымның бала арманы, масахана, қасымдатам, күнде кешке. Ей, ерте тұрсаңыз әдем болып кетеді екенсіз дейсіз. Ей, олай болса ұйықтамайым ғой. Айтпай. Помните сразу. Я, ұйықтап қаптым. Бас шығу керек. Ой, кешіріңіздер. Вот нормально. Кайф. Начали! Құласам қайтадан тұрып алам, бұзылса қайтадан құрып алам, қайтпайды. Біз не үшін жиналып жатырмыз? Тағы бір қуаныш, тағы бір той. Міне бақти бауыр машина отыр. Құласам қайтадан тұрып алам, бұзылса қайтадан құрып алам, қайтпайтын ауылды қарап алам. Сол тапшы. Машинаңыз. Армандаңыз жете беріңіздер. Игіліктеріңе мініңіздер. Ме бар қазағым. Басындық ба? Не істеватсыңдар? Айтпақшы, мен машинам құстап атым біреудің. Жаным әшін бәйбішемнің машинасы бар екен ғой. 030 гүл дейді. Как всегда, көрімдік тайм. Ақша жоқ қалды қатымда. Каспи голдпен ғой. Ош, баталу қанша? 0 бастаған жоқ па? Меген асырбасын. 150 мың теңге. Міне, Нашека, не шығады? Құтты болсын. Бұл жерде. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Я, бармын. Но бәрі демей қойын, бірақ іздеп жатқан дерзкилар да бар. Стористерді ұтқаптың ғой бір күн сан. Ойбай, рас екен. Бүгінгі күнді дерзкиларға арнаймын. Айтылған сөз, атылған оқ. Не деп ат қоямыз? Таныс болыңдар. Менің гепард. Вот, короче, салоны қып-қызыл. Жаным, қаладасың, ғана сағат жотам. Айтпақшы, маған көп қарай берме. Вот, енді ғана завтрак ішуге келдік. Вот, келсем, бақа досым машинасы тұр. Ол өзімдікі, гепардым, аты жоқ. Қараңдаршы, екеуі ұқсай ма бір-біріне? Примерно кетір, мына жерде кімнің басы? Дос. Қалың ғой? Қандай өрмет? Атақ осы ғой досым. Ас болсын жеттер. Эй, малышка, у тебя слишком классная стрижка. Эй, малышка, мы стоим. Сен мені түсінбедің, Мына жерде светофор. Мынау жүргенде дайындаласың. Мынау жүргенде тоқтайсың. Мынау жанғанда білмеймін. Мынау жасыл болу керек па еді? Алдыңдағы бағдарша. Қап қара бала, ауылда өскен қара бала. Өмірде де бағдаршамдарға тоқтап жүрейік. Так, бүгін бір қуаныш. Тағы.
Men üçün ömüрлік сабақ болар әкемнің әрбір айтқаны. Біздің жиналу себебімізді Адам көрсетіп жатты қолдау маған. Мен үшін арналған әрбір батаң қабыл болды ата. Мейлі жолдан тайдырсын мейлі маған, құласам қайтадан тұрып алам. Бұзылса қайтадан құрып алам, қайтпайтын ауылды қарап алам. Ал кет Жасаймын үй адамды. Болса да қиын қадамдар, төзе біл қарсы сынаққа. Машақ тосын Жүр деген қара бала, ешкім жоқ жанында қойлар ғана. Ән салып айқайлап жоғарыға, елестетеді өзін сахнада. Ойынның шаршауын ұмыттырады. Тосын шулама Қайырлы барлықтарыңызға. Кеше 9-да таңертең оятшы деп жатырмын, бәрін жазып жатсыңдар. Мен 8:30-да тұрып қойғам, оны давно тұрып қойғам ғой. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет, барлықтарыңызға қайырлы күндеріңіз жақсы өтсін, соны айтайын. Кеше прямой эфирда сыйлықтарды ойната алмай қалдым, ауырып. Бүгін кешке барлық сыйлықтарды ойнатып тастаймын. Сол үшін ұтпаған адамдар қатысып үлгеріңіздер, кешке дейін уақыттарыңыз бар. И лайктаймын. Мен подписан адамдардың соңғы публикацияларына бір лайктан қойып шықсаңыздар, осы плюс қалдырып беріңіздер. Тағы да 5000 теңге ойнатамын. И все. Давайте, қатыспағандар қатысыңыздар, ұтып алыңыздар, сәттілік. Сол қызыммен прогулкада жүрмін. Қаладасың ғой, короче. Күшті, біз бақыттымыз. Білет басқа ештеңе. Жерде енді светофор болып тұрмын. О, мен дочам келді, дочам. Қабағын түйіп қам. Жан. Ой, гүлді көріп қапсыңдар. Гүлді мен мына мишкама сыйладым ғой, неғып түсінбейсіңдер вообще. Ол ешкімге емес, ешқандай қызға сыйлаған жоқпын. Мынау мынанікі екеуі бірге отыр, көрдіңіздер ғой да. Так что шатаспаңыздар. Соны көріп қойған ғой. Ыстықты енді сөзбен жеткізе алмай тұрмын ше, андай суланып кеттім бар ғой, действительно в прямом смысле суланып кеттім, андай күн еще нелерге түседі дейді. Не? Неғып қарай бересің? Не? Я, братва, кеше жоқ болып кеттім. Қызылордадан 15 сағат Алматыға дейін жүріп келдім таксимен. Сонымен кеше үйге келіп демалдым. Ал енді Алматыға аман есен жеттік. Бүгін қаладамыз. Бүгін не жаңалық? Келесі стористен көретін боласыңдар. Ал братва, қайырлы күндеріңіз сәтті өтсін. Ал братва, бүгін қалаға немен шығайын деп жатырмын. Короче, мен машинамен Астанадан келген қонақтар күтіп алуға алып кетті. Сосын ай маған өзім машинасын берді ғой, мен қалада жұмыстан келіп шықпайды деді ғой. Ай, жаным, рахмет. Так. Короче, қаладасың ғой. Айдың өзінде. Ай, машинаң ұнады. Азаң мен барахолкадамыз. Естеп жүрген түсініп тұрған шығарсыздар енді. Рақса сөйт ондай емес. Ал симай қалғандарды айдың машинасына саламыз ғой. Ай, не үшін әдем болып кеткенсің? Өйде. Ал мы продолжаем. Ал, болады ғой, бауыр. Жиги. Сима женский машинамен жүрді. Бар.
қалай? Алиш, Ербо, Бақа. Қана кім машинасы? Кім машинасы? Мақтау, несі? Ya men siz video түсіріп бармеді? Қандай қимылнау не айтады мына бала жабайы қой расында өскен жері дала мамандығы әнші емес мүлдем басқасы Сіздің арқаңызда вообще бәрі. Остроумда? Бес, пожалуйста. Aldım. Aman sağ ol ya. Aman sağ ol. Aman sağ ol ya. Ya görüyorum. Korkam. Қалай екен? Ұнады? Ұнады. Брошки, картошки, және ребятушки. Hoş geldіңдер. Всем ребятушки, привет. Брошка, картошка. Hoş geldіңдер тағы да. Родной туған күнімен. Рахмет. Моя братва, есте керек екен білесіңдер. Короче, брошки, картошки. Наши брат. Рахмет. Приятно. Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға. Енді салып жатыр екен. Есіктің алдына шықсам, айтып баратырмын осы жерде. Кейін айтыптан да қайттан. Қай жерден кетіп қалайық айтпесе, шум болып жатыр. Есіктің алдына қонақтар келді деген екен бар. Есіктің алдына шыққан тұғым сөйтсем. Короче, мен түскен лифттің қарама-қарсы лифтпен олар жоғары қарай көтеріліп кеткен ғой. Сол қазір қайттан үйге кіріп келатырмын енді. Кім? Қонақтар келді ма? Иә, келді. Кеше Бурабайға барған кезде, короче, Астанаға ұшып барған кезде, осы кісілер бізді күтіп алған болатын ғой. Бұл жолы бізде күтіп алдық деп ойлаймын. Мен күтіп алған жоқпын, ақындар күтіп алды. Что? Үйге қонақтар келді, жаңа есіктің алдына мені өтіріктен шақырып, қайтадан көтеріліп кеткен жігіттер осылар міне. О, брошки, картошки, ганза, кудоро. Родной, қош келдіңдер. О, сен жоқсың ғой, нең? Роднички ме қандай? Сен брат? Ребятушки. Жоқ, қош келіп жатсыңдар. Басқа ештеңе жоқ айтатын, родной. Бір дөйт күтіп алып, өзім жібердім. Деген сайын күтіп алатын болдың екеуін. Бай адамдардың ұйықтағанда кәдімгі кино сияқты болады екен, қарасаңдаршы. Әдемі ғой. Досым. Қарындасым қатысты. Шынайы ғой, иә? Шынайы, иә. Ол неде Шымкент қаласында. Достар, короче, мен қазір сіздерге қалай кайфовать етуге болатынын үйрететін боламын. Мынандай обычный щит аласыңдар спичканың ішінен. И жаңа нежно романтично құлағын кесіңе тығасың былай. Ооо. Үйде жат, просто кайфовать ету үшін арналай. Есі кайфовать етсің. Құтуалдың родной құтуалдың. Машинам да. Бәрі 2 минут бар. Спичкасын айтайын ба? Қандай? Дегенді қой жарайын ба? Қоясың, о дәл үстіне. Ооо, не деген машина? Құтуалдың машиналары. Жауып қойып құрсын. Бұзып алармыз. Құтуалдың машина. Ахмет. Е? Айналайындар. Ахмет. Не үшін? Жоқ, не шарым? Бізде де болар. Аларымыздай қаласа. Бұсы бар? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, жаным әшіндер, қалайсыздар? Кешірім сұрайын, білем, ұйқыдан қазір тұрдым. Себебі мен сағат 6-да ұйықтаған едім деп ақталу бар ма еді? Как обычно, басты жуып алдық. Мынаны жабыстырып алып, қалаға қарай жай шығамыз енді.
Бұл история мені сағынғандарға арналады. Ал, күндерің сәтті өтсін. Вы на внешность не смотрите, я духом сильный десең болмайды, ол басқа екен ғой. Мынандай түрге қанша ақша жасаң да көтерілмей тияқтана түрім мұрны болып тұр ма? Қалай әдем болам десең де боламайсың ғой, никак қой. Қалайсың Назы? Че бәрі жақсы ма? Сен больницаға түсіп қалды дейді ғой. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай.